Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Армысыздар, достар. Эфирде әлі кісі жиналмай жатыр. Дегенменен тағайындалған уақыт болды. Мағзұм, ассалаумағалейкум. Халқым әлі жиналған жоқ, солай ма? Иә. 2 минут бастым. Жарайды, енді бастай берейік. Негізі жалпы алғанда біздің бүгінгі тақырыбымыз көпті толғантып жүретін сіз кімсіз деген мәселеде. Мәселе менің кім екендігімде емес, мәселе менің нені айтып жүргенімде болса керек еді ғой. Бұлай қарап тұрсаң, адамдарға мен бәлемін десең, соған бір бас иіп, құлық қоя қоятындай болып тұр да. Жалпы алғанда сұрау болғасын, оған жауабы да болу керек қой. Адамды Алла жаратқанда, жаңағы саз балшықтан илеп, жаңағы қоймалжыңға келтірген құмыралар жасайтындай саздан илеп шығарған адамға Алла өзінің демінен демдеді дейді. Демдегеннен кейін ол тірі жанға айналды. Осы мазмұндағы тақырып ол Құранда да бар, Інжілде де бар. Демек, қандай да мәңгілікке өтетін жанның түп негізі қуаты, түпке алатын қуаты ол Алланың демі да, Алланың демі. Біріншіден сол Алланың демі дегенді білгеніміз дұрыс болар. Әу баста сөз болған, сөз Алла болған деген оны білесіздер. Ол сөз бізге үйреншікті болып жүрген әмин деген сөзді әумин дейді қазақтар. Енді мына кейінгіде тәңіршіліктер сөз соқтылық алынып, кейде бір жаңағы өмін деген сөздерді өңін айналдырып сансаққа жүгіртіп жүр, мәселе онда емес. Жалпы алғанда әмин сөзі ол еврейдің сөзі. Оған ешқандай дау болмау керек. Өйткені Алланың адам баласымен алғаш қатынасы сол еврейлерден басталғанда. Сондықтандағы әмин деген сөздің өзі болсын деген сөз. Алла айтады, мен бір нәрсеге болсын десем, ол сол айтқан нәрсе бола қалады дейді. Мен демім салсам, рухымды жіберсем, рухымнан демдесем, былайша айтқанда, ол тірілет деген әңгіме. Сондықтандағы әрине
Алланың демін алып мәңгілікке жұмаққа орналастырған адам ата оған қанағаттанбады да, енді ол өзі тарихын бәріңіз білесіздер, сонан жаңағы алманы жеп қойып, сол Алланың демінен айырылып қалды. Неге? Алла айтты ғой, сен ол жаңағы жеме деген жемісті жейтін болсаң, өлімге душар боласың деді. Өлесің деді. Өлесің деген менің демімнен айырыласың деген сөз ғой, айырыласың деген сөз. Өйткені ол ағаш жақсылық пен жамандықты айыратын, білім беретін ағаш еді да. Жалпы өзі қазақ айтады ғой, атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген сөз. Жалпы өзі тал деген сөздің өзі бұл жаңағындай білім да, білім деген атаңнан білім қалсын деген сөз. Сондықтан дағы мынау білімнің өзін бір бәйтерекке теңейтіннің өзі сонда жатыр да. Артында бір тал қалсын деген сөз, артында бір кітап қалсын, ел айтып жүретін сөз қалсын деген сөз. Сол мәңгіліктің ағашында жасырынған білім, сол білімге жаңағы жұмақта оның керегі жоқ ондай білім. Өйткені жұмақта тұратындар тек жақсылықтың ғана білімін біледі да, ол жақта осы жамандық деген өзде жоқ, сөзде жоқ та. Бірақ адам ата қанағаттанбады, енді оның тарихын білесіздер. Соныменен жаңағы алма деген ағаштың алмасын жеп қойды да. Сонымен жаңағы Алланың демінен айырылып қалды. Олай болатын болса, Алла тағала сол Алланың демінің қадірін білдіру үшін сендерге дейді, адам атаны терімен қаптап жер бетіне түсірдік дейді да. Адам атамен қоса Хауаны да түсті да, мысалы үшін. Жер бетіне түсті. Ендігі жерде адам деген екен, Ева, Хауа дейміз енді қазақша айтқанда, бұлай Ева ғой негізі. Адам деген сөз Құдай іспеттес деген сөз, еврейдің тілі да, еврейдің сөзі. А Ева деген ізгі деген сөз, благая. Сонан жер бетіне адамды жібергеннен кейін Аллаға то есть неге Алла өзі басында айтты ғой періштелерге, мен сендердің білмейтіндерін білемін, сондықтан бас иіңдер барлығың адамға деді. Бәрі бас иді, Ібліс қана айтты, жоқ, мен онан артықпын деді. Бұл енді жауыр болған тақырыпта, мен сіздерге соның сырын айтайын деп отырмын. Содан жаңағы жұмақтың жаңағы алма ағашынан жеп қойған, алма деген нәрсені алып қойған деп айтсақ та болады. Адам ата мен Хауаны жер бетіне кісі болып түсті да, Алланың демінен айырылып, бірақ топырақтың нәріменен жаңағы жанға ие болды да, сонымен кісі болды. Дегенмен, бұлай қарап отырсаңыздар, біз бәріміз кісіміз. Бірақ жаңағы періштелерге айтқанда, мына адамға бас иіңдер деген кезде, ол адамға бас иіп тұрған жоқ, топыраққа бас иіп тұрған жоқ олар. Оның ішінде Алла жасырын кепілдікке берген рух бар еді да, Алланың, ол рух деген Алланың демі былайша айтқанда. Сондықтан дағы қазіргі уақытында біз сол қадірін білмеген, адам ата айырылып қалған Алланың демін іздеп жүрміз да. Басты мәселе, басты жаңалық та бәрі осында да. Біреу Алланың өзін іздеп жүр, біреу Алланың көзін іздеп жүр. Жалпы алғанда Алланы ешқайсында таба алмайсыңдар, ешқайсында көре алмайсыңдар. Өйткені ол тым жоғары, аса ұлы да. Мынау жер галактиканың бәрі оның алдында бір ашылған кітаптай ғана. Міне барлық шатысы осы жерде. Сондықтан дағы Алланың демі ол рух. Сол рухты білмеген ислам. Оның білмейтін жөні бар, өйткені исламға берілмеген, ол одан бұрын берілген. Сол жарайды енді жаңағы Алланың демін залог ретінде рухын бергеннен кейін ол қалай болады дейсіздер? Ол енді бала туған бетте 8 күннен кейін беріледі адам баланың жүрегіне. Бірақ енді ескі бәтуа
керек жоқ еді. Өйткені ескі бәтуада алла ешқандай да ескертпей ақ сөктеп адамды тірілтті ғой. Жер бетінде деген кісілерге Исаны жіберді. Иса жаңағы Алланың демінен туған бала да жаңағындай рухтан. Сонда Иса бізге не әкелді деген мәселе туады да. Иса әкелген кітаптың аты Інжіл дейді. Әнжел деген сөзден келеді да. Ал оның былай грекше мағынасы Ева, то есть благая, ангел, Евангелий. Ангелия деген сөз ол жаңағы весть деген сөз. Жалпы өзі хабар деген сөздің өзінің арғы түкпірінде пиште деген жатыр да. Ангел деген сөз ол весть деген сөз да, весть. Сонда благая весть болып орысша аударылады. Енді қазақшаға ол қалай аударылу керек? Қазақшаға әртүрлі қылып аударады. Мысалы үшін киелі кітап деп жатыр, анау деп жатыр, мынау деп жатыр. Өйткені сол кітаптың мағынасын ешкім білмейді да не екенін. Исаны рухтан тудырып, үлгісін көрсетіп, адамның жаны менен рухы қалай жалғасатынын көрсету үшін сол Алланың демінен туған Иса пайғамбардың әкелген ілімін ізгі хабар дейді да, ізгі хабар. Сонда ізгі хабар деген сөздің өзі бұл қандай да мысалшындағы Алла рухты бергеннен кейін кепілге беріп тұр ғой. Кепілге берсе, Алла менен адамның арасында шарт жасату керек та, бәтуә, шарт. То есть мен саған мынаны рухыңды беремін, жүрегіңе саламын, сен сол менің демім рухты мойындап, сонымен жаныңды қосасында құтқарылып қайтып келесің. Жаныңды Алланың деміне, рухына қоса алмасаң, мәңгілікке жоқ болып кетесің. Мені бар дүниенің осы. Сонда адамзат 6000 жыл бойы сол Алланың демін іздеудің орнына Алланың өзін іздеп жүрді. Шат судың бәрі осы жерде да. Ал олай болатын болса, исламның жағдайы қандай? Ол Алланың сөзіменен тұрған, шариғатымен тұрған дінда. Ал оған бірақ Алланың демі, рухы туралы берілмей тұр да. Өйткені ол одан бұрынғы келген Исаға беріліп тұр. Жалпы жарайды, осы тақырыпты бітірейік. Исаға ол не деп берілді? Мынау Евангелие, періштелік хабар, ізгі хабар деген сөздің өзі, бұл келісім шартта адам менен Алланың ортасындағы. Оның мәтінін мен сіздерге жаңа айттым ғой. Сондықтан дағы Інжіл сөзінің оның аудармасы ешқайда жоқ. Мен, по крайней мере, мен таба алмадым. Бірақ Інгел деген сөздің өзі, ангел деген сөздің түбірінен шықса керек. Өйткені ол Інжіл кітабының, ол гректің тілінде Павелдардың, жаңағы апостолдардың жазған кітабы, бірақ ол түп негізі Исаның аузынан шыққан кітапта. Соның жаңағы Інжіл деп отыр. Меніңше ол Інжіл деген сөз сол жаңағы ангел деген сөздің транскрипциясы болса керек деп ойлаймын мен. Бірақ та арабша мазмұны да, оның арабшасын білу міндетті емес, өйткені біз жаңағы грек тілінен алып, жаңағы благая весть, ізгі хабар екенін оны дәлелдеп отырмыз сіздерге. Жарайды енді. Сондықтан дағы мәселенің барлығы Иса пайғамбар сол ізгі хабар Алланың шартын қоса алып келді да, сосын астарлап соны үйретті. Бірақ оны ешкім түсінбеді, оның өзінің Құдайдың ұлы деп кетті. Енді бұл жерде жаңағы Исаның айтқаны бар да, мен кетуім керек. Қазір мен сіздерге оны лучше тапқаным дұрыс шығар. Қазір қап өтіңіздер, бір 5 минут шыдаңыздар.
загрузка жүріп жатыр да. Мәселенің барлығы сол жаңағы Иса астарлап айтқан сөзін, не оның жаңағындай дүниеге келген өзін түсіне алмады ешкім. Сонымен кейіннен ислам келді. Бірақ исламда Алла Құранда айтты: олар сенен рух туралы сұрайды, сен оларға айт, сендерге ол туралы білім өте аз берілген. Демек, Исаға берілген, сендерге оны білгің келсе, Исаның кітабын оқып біл деген ғой мұсылмандарға. Бірақ мұсылмандар оны түсінбеген, сол бетте жаңағындай Алланың демі дегенді, рух дегенді мүлдем мойындамайды да. Оны шірікке балайды. Енді ол өздерінің программасы солай ғой. Яғни Алланың сөзімен ғана жүру. Енді жаңағындай сендердің жаңағы адам болу үшін, сендер адам болу үшін Алланың сөзі арқылы түсініп, бірақ Алланың демін, рухын қабылдамай, сендер адам бола алмайсыңдар. Сонда ислам қалайша жаңағы Алланың сөзімен ғана жұмаққа барамыз дейді, мен соны түсінбеймін да. Алла бөліп берген жоқ қой, анаған жолама, мынаған жолама деп. Кітаптардың бәрі бірақ кітап. Бір Алланың сөзі. Әртүрлі мақпұлдан алынған кітаптардың әртүрлі тараулары. Неге бір тарауын мойындайсыңдар, неге бір тарауын мойындамайсыңдар? Христиандар мүлде кітапты, Құранды мойындамайсыңдар, мұсылмандар мүлде жаңағы Алланың демін, рухты мойындамайсыңдар. Бірақ екі жүзденіп, біз Иса пайғамбарды мойындаймыз деп айтасыңдар. Екі жүзділік жарасымсыз исламға. Мінекей мен сіздерге айтайын дегеннің, бұл жаңағы жер бетіне шапағатшының келуінің алғы шарттарын оқиын. Жалпы алғанда шапағатшы дегеннің екені, бұл шапағатшы деген сөзінде тұр, шапағат, заступник. То есть, бір нәрседен адам баласы өте алмай қиналып тұрғанда, ал шапағатыңды көрсетіп, жаңағыны қолдап, өтіңіз деп, жаңағындай, кешіріңіз бұны деп бір өшіретте тұрғанда бір кәрі ақсақалды өткізіп жіберу үшін шапағат жасайсыңдар ғой. Мына үлкен адам ғой, өткізейік, мынаны бірінші өткізейік деген секілді. Міне, сол Исаның кезінде айтылған шапағатшы былай дейді да Иса: егер мені жақсы көрсеңдер, әмірлеріме бас иіңдер. Мен Раббыма жалбарынамын, ол сендерге үнемі өздеріңмен бірге болатын, менен басқа бір шапағатшыны, осын рухын жібереді дейді да. Шапағатшының болғанның ерекшелігі сонда, ол сендерге барлық нәрсені үйретеді. Әрі сендердің менің үйреткендерімді қайта еске салады дейді да. Біз не істеп жүрміз? Исаның үйреткенінің, Мұхаммедтің үйреткенінің бәрін сендердің есіңе салып жүрміз. Әбден әр ғалымменен былыққан дүние, соның барлығын аршып, тазалап, реставрация жасап, сендерге таза күйінде соның ұғымдарын түсіндіріп жатырмыз да. Иса былай деген: мен сендерге хақты айтамын. Менің кетуім сендер үшін жақсы болады. Өйткені мен келмесем, шапағатшы сендерге келмейді дейді. Бірақ мен кетсем, ол келеді деп тұр, мен жіберем деп тұр. Шапағатшы келген кезде барлық әлемді жасаған қателіктер үшін кінәлап, оларды тәрбие етеді дейді да. Алла да Құранда былай айтады: сабырлы түріңде өзіңнің Тәңірінің әмірін күт, олардың ешқайсысына бағынба, өйткені олардың әрқайсысы немесе заң бұзушы қылмыскер деген сиқылды әңгіме бар да. Ендігі жерде сол жаңағы Исаның айтқан шапағатшысы, Құранда айтылған 3 сүре 81 аятта мен деп барлық шапағатшы нелерді, пайғамбарларды жинап, Исаны, Мұсаны, Мұхаммедті түгелін жинап, бір замандарда, Құранның түскен кезінен кейін деп тұр, бір замандарда деп тұр, сендерге елші келеді. Ол бұрынғы өткен пайғамбарлардың кітаптарын растайды,
және даналықтарын сендерге үйретеді. Сол одақты менен бекітесіңдер ма, келісесіңдер ма? Соған жәрдемші болуға деген кезде бүкіл пайғамбар Аллаға айтады, біз келісеміз дейді. Алла айтады, ендеше мен де куәліктемін дейді. Бірақ сол елші, ол жаңа Құраннан кейін, Мұхаммедтен кейін келетін елші, сендерді сенімін талап етеді. Сенімсіздердің бәріне Алланың азабы келеді деген сөз бар да. Міне біз не істеп жатырмыз? Біз шапағатшылықты осылай істеп жатырмыз да. Бірақ жалпы алғанда жаңағы шапағатшылықтың процедурасын мен соған көше берейін. Тақырып үлкен болғасын ауытып кете береміз енді. Бұл жерде қазіргі уақытта біз адам баласына, өзінің ішкі дүниесінде ниеттенген адам баласына, біз кеудесі қараңғы, кеудесіне жарық шам жағылу керек. Ол нұр сүресінде Алла айтады ғой, Алла жер мен көктің нұры. Оның нұры әркімнің жүрегінде бір қуыстай. Онда тұрған май өзігін өз жанайын деп тұр дейді. Нұр үстіне нұр дейді да, Алла айтады. Сол жаңағы жүректің ішіне тұрған энергетика, Алланың демі рухына адам жанын жалғанған кезде адамның ішкі дүниесіне жарық пайда болады да. Шырағың сөнбесін, шырағы жанып тұрсын деген әңгіменің өзі сонда да. Жан дегеннің өзі жанып тұр, шырағым жанып тұр деген сөз. Ал егерде сен Алланың демінен мақрұм болсаң, онда сенің шырағың жанбай тұр. Сенің шырағың ішкі дүниең қараңғы. Әрине қараңғы үңгірде тұрып, сен жаңағы қайдан жақсылықты қайдан табасың. Мәселе адам өзінің ішкі көкірегін жағу керек. Түсіндір ме? Оны жағу үшін жаңағы исламның тәрбиесі керек. Алланың сөзін жақсы білу керек, жақсы амалдар істеу керек. Толып атқан жақсылыққа жетесіздер. Мысалы үшін, ол жақсылықтың барлығы рухтың қолдауында, ізгілердің жолында, бабалардың батасында, әруақтың атасында, ата-ананың алғысында, туған туысқанның жаңағы туған даланың даласында, елдің арасында да, міне осының бәріне жақсылық істеп, осының бәрінің ізгілігін таныған адамға осы біз жаңағы шапағатшы етуге дайынбыз. Бұл жерде жаңағы Алла демін қалай жібереді сендерге? Алла демін алуларың үшін бір себеп керек қой. Не нәрсені болсын, бір нәрсеге бір нәрсе өту үшін оны жалғайтын нәрсе керек қой. Свет жану үшін, мысалы үшін, предохранитель, сым жалғану керек, включатель қосылу керек деген секілді. Сондықтан сен өзім жағам дегенмен ол жанбайды. Өйткен сенің жағам деп бүгін жағып жібересің. Саған электрик керек та, электрик. Мен жүрегімдегі шырағымды жағуым үшін маған электрик керек. Ол өте нәзік нәрсе. Міне сол жаңағы электрик, инженер, айтишник, жаңағы компьютерді сіздің ішкі компьютеріңізді қосуға, соны Алланың қалаулы адамы керек та. Ол осы шапағатшылық. Шапағатшы деген сөздің өзі, мысалы үшін Мұхаммед пайғамбар айтқан, мен шапағатшылығымды қияметке қалдырам деп. То есть қандай да бір процестен өзі жоқтан бар болу бар, онан кейін жаңағы түкке тұрғысыз рухтан ананың жатырында туып, кісі болып дүниеге келу бар. Сол сиқылды рухани әлемде де туу бар да. Егер де сенің тәнің анаңның жатырында, өсіп жатырында дүниеге келетін болсаң, ал сенің рухани туың, ол сенің жүрегіңде болады да. Сол жүрегіңде жаңағы рухтың мекені. Сол жерден жаңағы рухани жалғасу, то есть сенің жаның менен рухың одақты некеде тұру, қауышу процедурасында біз, мысалы сіздер әйел босанарда кім болады қасында? Акушер болады. Ол көмектеседі жаңағы жақсы сәтті баланың дүниеге келуіне. Міне шапағатшы да жаңағындай адамның рухани қайтадан туына жәрдемші де жерде тұрған.
соның шапағаты. Мен мысалы үшін сіздің қол салып жаңағы рәсімін келтіріп алладан сұрасам, менің қолым арқылы сіз рухани болмысыңызда өзгересіз. То есть сізге жаңағы жаныңыз бен рухыңды жалғайтын сварщик деген секілді мысалы үшін. Сол кезде не болады? Сіз рухани дүниеге келесіз. То есть сізге әруақ қонады. Ішкі дүниеңізде қазіргі уақытта мысалы үшін жаңағы сыртқы әруақтардың мен мына адамдардың байланысу үшін бата беріп жаңағындай әруағын оятып жатқан адамдар бар, болған да. Мысалы үшін Қыдырәлі деген жаңағы ата жолындақтағылар, ол да жаңағындай адамның жаңағы жүрегіндегі мөрін ашқан, ол мөр салмаған. Мөрін ашқан кезде жаңағы аспандағы көктегі әруақтар сол жүрекке кіріп, жүректегі рух арқылы сенің жаңағы аққу сұңқардың тілі арқылы бата шығарғанда қайтадан кетіп қалып отырған. То есть ана жерді бір площадка, рупор, радио рупор секілді пайдалану үшін істелген шаруа еді бұл. Ал біздің айтып отырған мәселе одан да ертерек. Адамның өзі ішкі дүниесіндегі өзінің әруағын оятуда, тудыру. Мәселе анау көктегі әруаққа жалғау емес. Түсіндіңіздер ме? Мәселе адамның өзі ішкі дүниесінде әруағын тудыруда. Сол тудырудың акушер маманы мына отырған алдындағы шапағатшы. Оның қаншалықты сен рухани әлемге жалғасасың және өтесің, қайра рухани туасың, оның барлығы біріншіден Аллаға байланысты, екіншіден Алланың деміне байланысты, үшіншіден сіздің ниетіңізге, жаныңызға байланысты. Осының бәрі дайын болған кезде себепкер ретінде шапағатшының шапағатыменен сіздер дүниеге, рухани әлемге адам болып қайта туыласыздар да. Бұл екінің бірінің қолынан келмейді, және оны Алла ешкімге бермейді да. Оны Иса пайғамбардың сөзінде солай айтылған. Өйткені жаңағы Евангелие, бәтуа, ізгі кітапта, ізгі хабарда сол договор орындалғанда, қабылданған. Енді қандайда договордың іске асу керек қой енді. Мысалы үшін біреумен келісім шарт жасадыңыз, бәленбай уақытта бәленбай нәрсеге келістіңіздер. Соның орындалуын кім қадағалау керек? Мына біз сол үшін келіп отырған адамдармыз да. Сондықтан да құтқарушы деген, Исаны құтқарушы дегеннің өзі сондықтан тұрады да. Біз сол Исаның жасаған Құдайдың Алламенен бәтуа алып келген Құдайдың Алламен бәтуасын, ізгі хабарын орындауға келіп отырмыз да біз. Исаның кітабын орындауға, ізгі хабардың бәтуаны орындауға келген. Былайша айтқанда біз как судебный исполнитель секілдіміз да. Егерде Алла патша болса, Иса пайғамбар оның соты болса, оның келіп алып келген бәтуасына жаңағындай бір жағынан рух, бір жағынан адам келіскеннен кейін, енді сол жалғанып, процедура іске қосылу үшін оның орындалу қажет те. Сол орындау исполнениеге келіп отырған мына біз. Сондықтан дағы Алланың елшісіне келген және оныменен бәтуаласқан, ізгі хабардың, Құранның бәрінің шартын орындаған адамдар келешекте өздері соны жалғастырып, әрбір кісіні адам қылып туғызуға да пәрмен алады. Екі діннің басын қосу, екі ілімнің басын қосу, жер мен көктің ілімін жалғау бәрі не үшін керек? Кісіден адам болып, адам айырылып қалған Алланың демін қайтадан қабылдап, жұмаққа қайтып кету да. Бұның бәрі бір-ақ тема өзі, бір-ақ тема. Егерде мен айтсам, екі діннің басын қосамыз десек, ол бір мен екіні қосу. Біріншіден, ислам мен христиан ілімін қосу. Өйткені ислам адамның бағбан тәрбиешісі болса,
жаңағы Исаның ілімі ол адамның рухани жағдаяты да. Ислам мен христиан ілімін қосу деген ол екі кітаптың мазмұнын біріктіру. Бір кітап екендігін, лаухул махфуз кітабынан алынған тараулар екендігін, ислам менен христиан діні бір екендігін, Иса пайғамбар мен Мұхаммед пайғамбар осы әлемге келген. Біреуі Мұхаммед пайғамбар рахымы, Иса пайғамбар Алланың нұр екендігін. Осының бәрін біріктірген кезде, міне осындай болады да. Сондықтан дағы біз Исамен бірікпейміз, Мұхаммедпен бірікпейміз, христиандар деген оның бәрі бос сөз. Соның бәрі орындалу үшін адамның өз ішінде бірігу керек та. Адамның жаңағы тәнін, жанын тәрбиелеген ислам ілімін, не, рух ілімі, ізгі хабардың кітап, ізгі кітаптың, киелі кітаптың екеуінің ілімін қоспайынша, то есть ислам мен христиан қоспайынша, адамның жаны менен жүрегіндегі Алланың аманатқа берген рух екеуі қосылмайды да. Сіздер ойларсыздар ғой, бұлау діннен ғана жоқ. Ол діннің өзі сол адамның ішкі дүниесін, процедурасын келтіру керек та. Ішкі сыртқы дүниенің бірігуі да. Өйткені, мысал үшін, қазіргі мысал үшін, мұсылманмын деген адамдар, олар сырт бейнесінде ғана мұсылман болып жүрді. Ол Құранда солай жазылған. Арабтар дейді, біз мұсылман болдық, біз сендік деп айтады дейді. Жоқ, сендер тек қана мұсылман болдыңдар. Сендер әлі сенуші емессіңдер дейді да. Өйткені сенім жүректеріңе енген жоқ дейді да. Ол Құранда жазылған. Демек, мұсылман деген адам, ол Алланың барына, бірлігіне сенетін адам, нанатын адам, нанат. Сенім деген, ол сенім деген адам Алланың сөзіне де, Алланың рухы деміне де, Алланың нұрына да, бәріне сену керек, бәрін білу керек. Ал енді сенден Алланың демі рухты шірік десең, сенімің түгел емес, нанымың ғана түгел болып тұр да, мұсылман бауырлар. Сенімді жүрекке кіргізу керек та. Сенімді жүрекке кіргізу үшін Исаның ілімін қабылдау керек. Исаның ілімін қабылдау деген, ол христианмен бірігіп тұрсын ғой. Осының бәрі не үшін керек? Осының бәрі адамның кісіліктен адамдыққа айналу. Жаның менен тәніңді қосу. Рухыңды қосу. Ол деген сөз не? Адам болу деген сөз. Абай атамыздың айтып кеткен адам болуның барлық көрінісін сол кезде көресіздер. Абай ата болсын, басқа қандай ғұламалар болсын, бәрі дұрыс айтады. Олар сіздерге адам дегеннің не екенін айтып береді. Адам деген жақсы, адам деген қайратты, анау. Бірақ сол процедура неге жүрмейді? Абайдың 170 жылдығын тойлайық деп жатырмыз. Сол Абайдың айтқан жағдайынан қазақ төмен құлдырап кетті. Неге? Қонбайды өйткені. Неге? Өйткені жүрегі мен рухы жалғанбай тұр да. Енді осы внутренний процедураны, сыртқа ғана көріністеріңіз емес, сыртқа ғана мұсылмандықтарыңыз емес, ішкі дүниеңіздегі процедураларды үйрететін кісі керек та. Бірақ оның уақыты осыған келіп тұр. Өйткені кітаптағы жазылғанның барлығы бір сызықшасына шейін орындалмайынша бұл дүние аяқталмайды да, достар. Сондықтан дағы әрбір процедура, мысал үшін, Алла адамды, мына дүниені жоқтан бар етті. О кезде кімдер болды? О кезде Алланың рухы қатысты, Алланың сөзі қатысты, киелі рух қатысты. Сосын дүниені Алланың жаңағы осы құдіретті күштері, қызметкерлерінің арқасында Алланың айтқаны бол дегені болды да, жаңағы дүние жоқтан бар етілді. Оны енді басқа тема. Ендігі жерде түкке тұрғысыз бір тамшы судан атаның рухынан жатырға барып, анаға жалғанып, ата мен ата-ананың қатысуыменен қайта дүниеге. Бұл жерде кім? Шапағатшы болып, жаңағы сіздерді дүниеге әкеп тұрған кім? Жаңағы сіздерді туғызып алып тұрған акушер. Оны қазақ кіндік шеше дейді. Шеше, кіндік шеше. Ойлаңыздар. Кейде бала сол кіндік шешені алмай кетеді да. Кіндік шешені біздің қазақта екінші шешесіндей көреді да өзінің.
Сол кіндік шеше сіздің туғандағы шапағатшыңыз. Адам бұл дүниеден өтеді, өледі. Сіз кімді шақырасыз? Имам, молланы шақырасыз. Молла, имам кеп дем салады да, той өлу процесін жеңілдетеді. Сол сіз өліп жатқан, өлейін деп жатқан кезде, өлгеннен кейін сіз жерге жерленгендегі шапағатшы кім сізге? Ол жаңағы сіздің жаназаңызды шығарған молла. Егер әкім сол исламның шариғатындағы моллалардысыз жаназа шығарылса, ол адам қиналып кетті деген сөз. Анау тәңіршілер нетті ғой бір, тәңірдің салтыменен адамды жерлейміз деп. Сол адам қатты қиналып кетті. Неге? Өйткені шапағатшы дұрыс болған жоқ та. Оның қолында бір пәрмен, власть болу керек та. Ол властьты жаңағы исламның мүфтият кәдіргі ие мұралық қалып отырған. Олардың бәрінде де сол жаңағы власть бар да. Ал көрінген самозванец келіп жаңағындай өзінің ойына келгенін істесе, ол адамға обал болды. Енді бұл дүниеден өлген адамды о дүниеге кеткеннен кейін артынан Құран оқу бала шағасының не себепті? 40 жылын беру не себепті? Сол бала шағасы шапағатшы да, ана әкесінің рухының жаңағы әруағының өз орнына тезірек баруына Құранмен демеп жаңағы шапағат ету керек та. Бұл жерде жаңағы о дүниеге барғанша жаңағы ислам әлемі әлі шапағатын жүргізіп тұрады да. Соны бірде-бір мұсылман адам, имам білмейді да. Неге? Өзің не істеп тұрғанын, рухты сопровождать етіп тұрғанын сол имамдар білмейді. Неге? Өйткені рухтан хабарлары жоқ та. Ізге кітаптан хабарлары жоқ. Исаның ілімін қабылдамаған. Олар ойлайды, біздің міндетіміз Құран оқып, топырағын саламыз, болды, кеттік деп. Онда неменеге? Онда өлген малды да жағып жібереді ғой. Исламның жаңағы имамдары, сендер рух мәселесін білмегесеңдер, онда сендердің істеп жатқан істерінің барлығы түкке тұрғысыз ғой. Енді оның да жақсылығы бар, өйткені Құран оқып тұрсыңдар ғой. Алланың сөзімен сопровождать етіп отырсыздар. Ал бірақ кімді қайда сопровождать етіп отырсыздар? Сол жер қойнына тапсырдым, сонымен бітті деп отырсыңдар ма? Онда жаңағы анау нәңкүр мүмкір сұрағы кезінде олар айтады ғой, 40 қадам кеткеннен кейін жаңағы төрт бұрышын оқимыз дей ма, неше түрін айтады. Бірақ факт, что жаңағы қабірде түскен бетте оған жәрдем ету. Ол дұрыс. Бірақ оның бәрі жаңағы тән қиналмас үшін. Ал ары қарай жаңағы адамның рухы жоғары көтеріп кету үшін рухты сендер жерге берген жоқсыңдар. Жерге сендер тәнін ғана шығарып сап тұрсыңдар. Мұсылманның имамдары, сіздер адамның тәнін ғана шығарып сап тұрсыңдар. Сіздер Алланың рухын неге шығарып салмайсыздар? Христиан әлемінің, мұсылман әлемінің артықшылығы сонда. Сондықтандағы сендердің жерге көміп топырақты жапқанменен молдалар, ислам әлемі жұмыс аяқталмайды. Өйткені оның әруағын әрқайсысы сопровождать етулеріңіз керек. Әруағына арнап, зиярат етіп, Құран бағыштап отырудың бәрінің себебі сол шапағат. О дүниеде деме оларға Алланың демін жіберіп отыру керек. Ол Құранның сөзіменен, Інжілдің сөзіменен барады да, қағидасыменен. Сонда бәріңді обал істеп отырсыңдар. Өйткені жерге көмді, шаруа бітті, болды. Нет человека, нет проблем. Жоқ. Нет человека, но есть адам. Әруақ бар. Соны әрі қарай шығарып салу керек. Соны құрмет көрсету керек. Соны жаңағы ислам әлемі түсінбейді да. Енді келіп, жаңағы Исаның ділімен біз қосылмаймыз дейді. Онда қосылмасаң сендер онда қалайша? Адамды соншама неге қинайсыңдар? Естеріңде болсын әрбір қазақ. Тән мен жаның жер бетінде исламның қағидасында өмір сүруің керек. Бірақ адам өлгеннен кейін, әруаққа айналғаннан кейін, уже Исаның ілімі кетеді әрі қарай. Оған жаңағы әруағына уже Исаның патшалығы ие болады да. Ар жақтан Иса шапағатпен қарсы алады сендерді. Осы екі ортада, ислам адамды жерден шығарып салып,
царство небесныйда жаңағы әулиелер, әруақтар, жаңағы Иса бастаған барлығы оны шапағатпен қарсы алу керек та. Міне мәселе қайда. Ал ендігі жерде тірі өлік деген болады қазақта, тірі өлік. Адам тірі жүр, бірақ қазақ оны тура айтады, тірі өлік деп. Ол жаңағындай не Құдаймен хабары жоқ, ылғи жаңағы жынды рухтармен байланысқан, ішкені жаңағы арақ, ойы тек қана бір тасақ. Сондай жүрген адамдар бар ғой, бір тамағым, бір тасағым деп. Міне солар тірі өліктер да. Соларды тірілту үшін, мәңгілік адам қалпына келтіру үшін, оған да шапағатшы керек та. Оған шапағат ететін, мысалы үшін, қазақтың барлық даналығы. Жаңағы айтты ғой, мысалы үшін, мінекей, ізгілердің жолынан, бабалардың батасынан, әруақтың атасынан, ата анасынан, туған даласынан, ал елінің ішіндегі данасынан. Анау Абай шәкәрімдердің барлығының айтқан сөздерінің барлығы сол шапағат қой. Бірақ та шапағат соған неге қонбайды тірі өлікке? Өйткені ол жерде жаңағы контакт жоқ та. Оның жаныменен жаңа Алланың рухы табыспай тұр да, соны табыстырып жаңағыда тонкий проблема, жаңағыда тонкий нейро жаңағындай нәрсе сиқылды, нейрохирург сиқылды біз шапағатшылар соны жаңағы адамды кісіліктен адамдыққа өткізіп, рухани дүниеге әкеліп, адам қыз беруіміз керек та. Адам болған кезде ол сөз соқтылыққа салынбайды. Өйткені ол ештеңені ойламайды да. Өйткені ол үшін жаңағы жалғанып тұрған адамның басшылығы ноқта киген мал сиқылды жаңағы Алланың жетегіне жалғасады да. Рух басқарғаннан кейін, Алланың рухы басқарғаннан кейін, сен любой нәрсені ойламай тұрып біліп қоясың, сен любой нәрседе дұрыс шешім қабылдайсың, бұл дүниеде дұрыс жүресің, о дүниеге дұрыс өтесің, мәңгілікке жетесің. Міне мәселенің барлығы, сендер дикисіңдер. Сендерге Алланың ноқтасы салынбай тұр. Сендерге Алланың демі қонбай тұр. Сондықтан да сендер мал секілдісіңдер, жаңағы малдық кейіптесіңдер. Істеген амалдарында малдықы, бәрі малдың бір түрсіңдер. Малға Алла рухын бермеген, ол адамға ғана берген. Адамның малдан, мына дүниеден айрықшылығы сол. Тау, тас, мал, жануар бәрі көтере алмады дейді. Біздің берген жаңағы кепілдікке берген рухты олар қабылдамады. Оны адам ғана қабылдады дейді. Неге? Өйткені мына дүниенің барлығы сол адам үшін жаралған да. 18 ғаламды сендерге бердім, пайдаланыңдар дейді да. А сендер оны қалай пайдаланып атып, жарып, қопарып. Ал егерде сендер туған бетте бала жаңағы 8 жас күннен кейін рух қонған баланы бала кезінен бастап солай тәрбиелесеңдер, ей балам, сен Алланың демімен өсіп келе жатқан баласың. Мына жерде обал болады, мына жерде сауап болады, мына жерде жақсы болады, мына жерде жаман болады деп көрсетіп, үйретіп, сол жаңағы туған бетінде жанын, Алланың рухына жалғанып тұрған жанын үзбесеңдер, сол адам туғаннан адам болып өлгенше жақсы өтеді да. Ондай бала алтын бала болады да. Ал сендер бала туған бетте әкем көкем не ішем дейді, не істеймін дейді. Бәрін кешіресіңдер, түк үйретпейсіңдер. Бала ойына келген істейді да. Сосын бір тілі шыққан кезде ол не дейді? Анау аспанға қарайды, айды көріп, маған аспандағы айды әпер дейді. Ей, соншама балаңды жақсы көріп, соншама керемет сен асырағыш болсаң, әпер ана айды аспандағы. Әпере алмайсың ба? Онда көтеріңді қысу керек. Балаң айту керек, ей, ол айға қолың жету үшін адам болу керек деп. Міне, жаңағы туғаннан кейін 8 күннен бастап, жаңағы құрбандыққа қой салып, тәшмәйінің ұшын кесіп, сол бала өскенше, 40 жасқа келгенше, әрбір ата-ана баласын жаңағы
алламенен табыстырып әруағына жетектетіп қою керек та баланы. Әруағы туғаннан бастап өлгенге шейін адамды әруағы, алланың рухы, демі жетектеп жүру керек. Ал сендер өзіміз жетектейміз, құдайсыз жетектейміз дейсіңдер да. Сендер баланы әруаққа емес, араққа жетектетіп қойдыңдар да. Енді кеп 40-қа келгенде оны піштірем дейсіңдер. Анау дейсіңдер, мынау дейсіңдер. Міне бар тәжірибе осында. Сондықтан дағы біз еш те болса кеш жақсы деген сөз қазіргі кезде адамдардың арасына кеп сол рухани процедура, кісіліктен адамдыққа өтудің қамын жасап жатырмыз. Ол үшін сіздерге екі ілімнің, екі діннің бір екендігін, Иса пайғамбар, Мұса пайғамбардың барлығы сендердің пайғамбарларың екендігін, төбеде Құдай жалғыз екендігін, Құдайдың сөзі, өзі, рухы, демі барлығы бір екендігін, және оның барлығы Құдай мешітте емес, Құдай аспанда емес, Құдай көкте емес, Құдай әркімнің жүрегінде екендігін, сол жүрегіндегі Құдайдың жетегінде жалғану үшін ата бабаңның шежіресінен ажырамау керектіктерің бәрі айтылған. Алланың жібіне байлан деген сөздің өзі сол жаңағы туғаннан бастап жаңағы шежіреге байлану керек. Шежіреге не үшін байлану керек? Ей бала, кішкентай балаға айту керек. Сенің атаңның атасы киелі кісі болған. Ол кісі керемет сондай әруақ болған десең, бала әруақ аттамайтын болады. Бала сол атасына түсінді көріп өсетін болады да. Бәрінен айырылып қалдыңдар. Соның бәрін сендерге қайтару үшін біз келіп отырмыз. Біз деген сөз Алла, оның елшісі және Алланың елшісіне ергендер. Міне құрметті достар, мені сіздерге таныстыратын момент осында келді. Міне шапағатшы дегеннің не екенін, менің шапағатшылығым дегеннің қалай жүретіндігін, міндетті түрде әр адамның бәрі менің алдыма келу керек екендігін, жаңағындай әруаққа процедура, ішкі дүниедегі әруақты айтамын мен. Жалғау керек, оны жаңағы бізден ғана үйренесіздер. Біздің ғана шапағатымыз жүреді бұл жерде енді. Енді сендерге ойларыңа келген істеуге мүмкіндік болмайды. Және Құдай сендерге ойларыңа келгенді істетіп қоймайды. Алла айтады ғой Құранда, біз дейді адам баласын бұл күйінде қалдырмаймыз дейді. Құранда тауып бердісіңдер, тауып беремін қазір. Сондықтан дағы достар, барлық әңгіме осында. Ештеңеге бастарыңды қатырмаңыздар. Барлығы көз алдарында тұр. Бірақ қолда бар қадырдың, алтынның қадыры жоқ та. Қазақ елі, анау еврейлер, анау басқа халықтар қолдан шапағатшы ұйымдастырып жатыр да, өйткені оларға жаңағы өздерінің ақтап алу керек та. Дүниені еврейлер басқарсын дейсің. Жоқ, дүниені қазақ басқару керек. Қалай қазақ басқарады? Егер де сендер ортаңдағы қазақ шапағатшыны күнде боқтайсыңдар. Неге? Өздерің боқтағандарың ғой. Егер де бәрің келіп тұр, жаңағы қазақтың ортасынан шыққан шапағатшыға келіп, осындай бәрің әулие болып кетсеңдер, жаман ба? Қазақ айтады, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі әулие дейді. Қыдырлықтан да әулиеліктен айырылып қалдыңдар. Енді қайтадан кеп соны жаңағы әрқайсың әулие болу үшін, әрқайсың қыдыр болу үшін шапағатшыға келесіңдер. Шапағатшының батасын аласыңдар. Шапағатшыға кеп қол бересіңдер. Шапағатшының қолын аласыңдар. Әруақты арқалап қайтасыңдар. Басқа жол жоқ. Өйткені, жаңа басында айттым ғой, Құранның 3-ші сүресі 81-ші аятында айтылған. Біз олар менен бәтуаға тұрдық, пайғамбарлар менен. Сонда олар не мағынада тұрды? Ол бәтуаның несі былайда? Біз сенімділерден сенімін талап етеміз.
сенімсіздерді Алланың жазасы дайын. Сондықтан да Алланың жазасына ұшырамаймын десеңдер, сенімділердің қатарында маған келіңіздер, бізге келіңіздер. Бізге келіп, өздерінің сенімдеріңізді амалмен дәлелдеңіздер. Сол Алланың елшісіне, шапағатшыға келудің өзі сендердің сенімдеріңнің дұрыс екендігінің дәлелі. Және амалы да сөзден, ішкі екіжүзділіктен жақсы амалға ауысатын кез келді. Амал істеңіздер. Не істеу керек екендігін біз сендерге түсіндіреміз. Біз сендерге исламның алтын діңгек екендігін, христиан әлемінің алтын шаңырақ екендігін көрсетеміз. Алла айтқан, біз оларға кезінде жер жаһанда әркімнің өзінде кереметтерді көрсетеміз деп. Сол кереметтің бәрін біз сендерге көрсетеміз. Және өздерінің ішкі жүректерінде көрсетеміз. Кім сол кереметті көргісі келсе, келсін. Сынақ келгенің сынақпен қайтасың, жылап келгенің күліп қайтасың. Ең бастысы, сонда ғана барып, шапағатшыға туралы елге дұрыс сөз айтасың. Жақсы достар, 1 сағаттай уақыт болды. Мен өзімді сіздерге таныстырдым. Ал бірақ менің кім екенімді өзі Құран айтады ғой. Құранды біз саналы адамдарға берді дейді. Корандан для разумных деп. Сонда мен сіздерге кім екендігін түсіндірдім. Ал әрі қарай нақтылы кім екендігімді тек санасы барлар ғана түсінеді. Мұхаммед те келді жер бетінде, Иса да келді жер бетінде. Екеуі де мына шапағатшының келбетінде. Мұхаммедті көрем десіңдер, маған келіңдер. Исаны көрем десіңдер, маған келіңдер. Бізге келіңдер. Келіңдер де көріңдер. Қалған әңгіме сосын жалғасты болады, достар. Жақсы, көріскенше күн жақсы болсын. Ежелгі біздің енді салтымыз бойынша, дәстүріміз бойынша бәле шаққанда, мен сіздерге бата беруім керек. Тегін берген батадан әбден жалыққан шығарсыңдар. Былай істейік. Мен сіздерге бүгін бата бермейін. Батамды алу үшін шапағатшыны, біріншіден Алланы мойындап, екіншіден оның елшісін мойындап, бізге келіңдер. Ендігі жерде батаны да бәрінде сонда аласыңдар. Жақсы достар. Көріскенше күн жақсы болсын. Амин.